Даяшы бізге тағамды қай жақтан алып келеді? Оң жақтан алып келеді. Қай жақтан алып кетеді? Сол жақтан алып кетеді. Даяшы тағам алып келгенде еш уақытта даяшыға көмек бермейміз. Естеріңізде болсын. Еңкейіп, әкеңіз өзім қоямын деп, мәңіз деп болған кезде, мәңіз деп, немесе қонаққа барған кезде, әсіресе қыз балалар, қонаққа барғанда үзіліс уақытысы болып жатса, болдыңыздар әкеңіз жинап тастайық, әкеңіз деп, кісінің үйінде пысық болып араласып кетпейміз. Егерде ол үйдің қожайынының көмек беретін адамы жоқ болса ғана көмек беруімізге болады. Және ас бөлмесіне барып, ыдыстарын жуысып кететін де бар. Қажет емес. Әр адамның ошақ басына өзі ие. Егер қожайынның үйінде көмек беретін адамдары болса, онда өзі жасайды. Ал орынсыз көмек беріп кетпейміз. Қай кезде көмек беруімізге болады? Аталарымыздың, әжелеріміздің, туыстарымыздың үйіне барғанда көмек беруге болады. Ал арнайы қонақ болып келген кезде, немесе мейрамханада даяшының орнына жұмысын жасап кетпейміз. Түсінікті ме? Себебі даяшы ол жерде не істеп жатыр? Өзінің қызметін атқарып жатыр. Даяшы ол үшін еңбек ақысын алады. Ол оның жұмысы. Даяшымен бірге даяшы болып кетпейміз. Түсінікті ме?